Ақмола облысының өнертапқыштары мен ғалымдары жасыл экономикаға қатысты тың жобаларын жария етті. Жергілікті кәсіпкерлер күл-қоқысты жою мен қайта өңдеу жобасын ұсынды. Бұл жобалар жасыл экономика, өсудің өңірлік жүйе нүктелерін қалыптастыру аймақтық форумында таныстырылды. Үстіміздегі жылы үкіметтік емес ұйымдар бірге отырып жасыл экономиканы қолдау және G-Globalды дамыту коалициясын құрған болатын. Ұйымның мақсаты Экспо 2017 көрмесіне дайындық іс-шаралары негізінде аймақтық инновациялық бизнес идеялар мен ноу-хау жобаларды таныстыру. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ғалымдары шалғайдағы шопандар қолданатын шағын жел станциясын құрастырған. Бұл құрылғы самал желдің өзінде тұрмыстық қажеттілікке жарайтын электр қуатын өндіре алады екен. Наша машина предназначена для... Бұл құрылғы көшіп қонуға өте қолайлы, тез жиналып құралады. Сәл ғана желдің өзі жетіп жатыр. Мұндай жел қондырғысы әлемде үшеу ғана. Это не только экология, это и безопасность. Бұл тек қана экологияны қорғау емес, сондай-ақ қауіпсіздікті сақтау, денсаулық кепілі және үлкен үнемшілдік. Бастысы мақсат қоя білуде. Міне Қазақстан жасыл экономикаға көшу туралы дұрыс жол таңдай білді. Бәрі жемісті болады деп ойлаймын.